Мен Сағымаденова Гүлжан Тумарбаевна, Жас қалам зияткерлік мектебінің директоры. Менің өмірлік ұстанымым білім арқылы болашақты қалыптастыру. Оқушының жан-жақты дамуына жағдай жасау және заманауи білім беру ортасын дамыту. Мен Жетісу мемлекеттік университетінде бастауыш пәні мұғалімі мамандығын меңгердім. Алматы қыздар педагогикалық университетінде кәсіби білімімді жетілдірдім. Семей қаласындағы Әлихан Бөкейханов университетінде магистр дәрежесін алдым. Білім жолында үнемі ізденіп кәсіби дамуымды тоқтатпаймын. Білім беру саласындағы еңбек өтілім 25 жыл, 5 жыл тәрбие ісі жөніндегі, 5 жыл оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары қызметін атқардым. Педагогикалық санатым зерттеуші педагог. Қазіргі таңда 2 баланың анасымын, 3 немеренің әжесімін. Қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысып, білім беру мен тәрбие саласының дамуына өз үлесімді қосып келемін. Сондай-ақ депутаттық қызметтің дамуына да өз үлесімді қостым. Мен үшін бұл ел болашағына қызмет ету жолындағы маңызды міндет. Әртүрлі біліктілікті арттыру курстарынан өтіп көптеген сертификаттарға ие болдым. Менің еңбегім мен кәсіби қызметім әртүрлі жетістіктермен және марапаттармен бағаланды. Халықаралық, республикалық, облыстық деңгейде құрметке ие болдым. Ұстаздық жолда адал еңбек етіп, сенім үдесінен шыға білдім. Бұл жетістіктер үздіксіз еңбек пен жауапкершіліктің нәтижесі. Сонымен қатар ғылыми әдістемелік және баспа материалдарында әзірлеп, білім беру саласының дамуына өз үлесімді қосып келемін. Заманауи басшы ретінде менің басты құндылықтарым: сенім, әділдік, ашықтық және үздіксіз даму. Мен жаңа технологияларды тиімді пайдаланып, оқушылар мен педагогтердің дамуына қолайлы орта қалыптастыруға ұмтыламын. Менің мақсатым сапалы білім беру арқылы саналы, білімді және болашаққа сенімді ұрпақ тәрбиелеу.